Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Кремльдің масқарасы шығып жатыр, құрметті халайық. Неге дейсіздер ғой? Осы кезге дейін тыраштанып Украинаға басып кірген Ресей әскері енді өзінің әлі келмегені былай тұрсын. Мына солтүстік Корея бар ғой, қиыр шығыстағы. Сол солтүстік Кореядан көмек сұраған, әскери көмек. Бірақ Кремль бұны мойындамай келген еді. Яғни солтүстік кореялық сарбаздар Украинамен қанды соғыстарға қатысқанын Кремль қаншама уақыттар бойы мойындамай келді. Бірақ мойындамасқа амалы қалмады. Себебі Кремль емес, бұны солтүстік Кореяның басшысы Ким Чен Ынның ресми мәлімдеуінен кейін 28 сәуір күні ресми түрде мәлімдеді. Ресейге біз көмек бердік әскери. Пхеньянда өткен жолы мына Путин Пхеньянға барған болатын келіссөзге. Сол келіссөздің аясында екі мемлекет өзара келіскен қорғаныс саласында. Аты қорғаныс болғанымен, енді Ресей-Украина соғысы кезінде кімнің қай мемлекетке басып кіргені, ол енді мектептегі оқушылар жақсы біледі ғой бұны. Міне осындай келісімнің нәтижесінде солтүстік кореялық әскерлер, 10 мыңға жуық солтүстік кореялық әскерлер, одан кейін 3 мыңға жуық солтүстік кореялық әскерлер мына Ресейдің жағында шайқасқандығы туралы ақпараттар бүкіл әлемге тарап кетті. Тіпті осы сарбаздар жіберу арқылы солтүстік Корея, әлемнен оқшауланып қалған солтүстік Корея, диктаторлық солтүстік Корея 20 миллиард табыс тапқан көрінеді. Мына ашық дерек көздерде кореялықтардың осы соғыстан осындай пайда тапқаны жазылып жатыр. Енді қараңыздар, солтүстік Корея ресми түрде өздері бұл соғысқа араласқанын мәлімдеп отыр. Путиннің енді мойындамасқа амалы қалмайды. Өйткені тыраштанып Украинаға басып кірген аздай өзінің күші жетпей, енді солтүстік Кореядан көмек сұрап, тіпті Ким Чен Ын Ресейге көмектесуін қасиетті миссия деп атап отыр. Екі елдің өзара серіктестік, стратегиялық достығы деп отыр. Тіпті осы соғыстың кезінде қаншама кореялықтар соғыста қаза тапты Украинамен. Пхеньянда, елдің астанасы Пхеньян қаласында, қаза тапқан солтүстік кореялық сарбаздарды ұлықтау мақсатында үлкен ескерткіш жасалып, оған гүл шоқтары қойылатыны да хабарланды. Бұл бір сөзбен айтқанда Кореяның ашық мойындауы, Ресейге әскери көмек бергенін. Енді Путиннің басқа амалы қалмайды мойындамасқа. Кремльдің осы кезге дейін мына Курскіні азат етуде солтүстік кореялықтар шешуші рөл атқарды деуге болады. Тіпті украиндар сол Курск облысына басып кірген кездері Кремль не істерін білмей қалды. Лукашенко мәлімдеме жасап, мына жақта елдің ашуына тиді. Ал сол Курск облысын украиндардан азат етуде әлгі солтүстік кореялық сарбаздар қан кеше жүріп шайқасты. Міне соны енді солтүстік кореялықтар өздерінің әскери көмек бергенін ресми түрде мәлімдеп мойындап отыр әлемнің алдында. Міне осылайша Кремльдің тірлігі бүкіл әлемге әйгілі болды. Өздері мойындамағанымен солтүстік Корея ресми түрде мойындап отыр көмек берген, әскери көмек бергенін. Тыраштанып біреудің жеріне басып кіріп еді, ақыр аяғында солтүстік Кореядан көмек сұрауға мәжбүр болды. Путин Пхеньянға барды. Енді әлем елдерінен көмек алуға тырысып жан алқымға келген кездері Монғолияға барды, Қытайға барды, Қазақстанға келді. Ал бұл нені білдіреді? Бұл әлемде осы кезге дейін ең үздік армиялар рейтингі бойынша, ең үздік әскердің рейтингі, әскери күш қуат рейтингі бойынша әлемдегі екінші орындағы, әскери қуаты жағынан екінші орындағы мемлекет деп мадақталып келген Ресейдің әскери қуатының қаншалықты екенін көрсетті. Солтүстік Кореядан көмек сұрауы бұны бүкіл әлемге әйгілі қылды. Ресейдің әскери күш қуатының қандай екенін.